Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі дінімізге берік, дәстүрімізге бекем болайық бағдарламамыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Мен қасымда отырған Ахметжан Керімбек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкіл имамы. Одан кейін отырған қонағымыз Сапарбай Өтемісұлы, Парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі. Одан кейін отырған бәрі өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасына танымал Алаш белгісінің иегері Мархабат Байғұт бауырымыз. Бүгінгі тақырыбымыз дастархан дәстүрі және бүгінгі заман деп аталады. Қазақтай дастарханға бай ұлт, бай халық жоқ десек те болады. Дастарханды дөңге сал, пейіліңді кеңге сал дейді. Дастарханға байлық, денге саулық берсін дейді батаның ең үлкені. Сондықтан қазақтың дастарханы сол ерте ғасырлардан бері осы күнге дейін жүдемей, жадамай келе жатыр. Дастарханға береке бере берсін Алла тағала. Бірақ қазіргі заманда, бүгінгі заманға байланысты жалпы дүниежүзілік өркениеттің, мәдениеттің талаптарына сай дегендей дастарханға да кейбір өзгерістер еніп жатқан сияқты. Мынау ысырапшылық деген мәселе бар. Той дастарханы, басқа да дастарханың түрлері бар. Соған байланысты көптеген қоғамдық пікірде көптеген бір кереғарлықтар, пікірталастар, пікірсайыстар, реніштер өтіп жатады, жасыратын жоқ. Сондықтан бүгінгі әңгімеміз осы тақырыпта. Жеріміз қандай кең болса, еліміз қандай дархан болса, жаратқан ием біздің халқымызға дейтін дархан жүрек берген. Мынау қазақтың анау Қарақалпаққа барсаңыз да, Түркменге барсаңыз да, мына жағы Россияға барсаңыз, Қырғыз не барсаңыз да, барлық дастархан басында дейтін үлкен имангершілік. Бұл дастархан дейтін бұл имангершілікке шақырады, адамгершілікке шақырады. Сондықтан бұл дастарханның басында үлкендер дейтін жаңағы батасын беріп, бірлікке шақырып, тірлікке шақырып, содан кейін ал келген қонақтар, мынау дастархан дәм алыңыздар деп қандай жарасты. Сол баладан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасады мысалы. Бұл дастархан дейтін басында бата беріп, соңынан дастарханда жаңағы соңында бата неғанша я үлкен кісілер, я жастар кетпейді. Қазіргі біздің заманда дейтін енді ол енді тәрбиеге байланысты ғой. Кейбір үйлерге басында отырады да жаңа бата оқылмай, үлкен кісілер тіптен орта жастарды шығып кетіп қалады. Ойпырмай, бұл қалай болар екен деп жаңағы. Бұл дастархан дейтін бұл ұлтымыздың бұл дейтін рухани азығы. Дастархан басында кімнің кім екені белгілі болады. Дастархан дейтін жаратқан иеме дейтін бағышталып, Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Алла мінсіз, әуелден пайғамбар хақ, мұмин болсаң үйреніп, сенді ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзідір ол. Даулем білерлі ғылымның шақ дейді. Мұсылман болсаң әуелі иманды бол. Бендегі иман өзі ашады жол. Шырайланда таз ойла, бір иманды, мұнафиқ намаз қылмап па, мәлім қой ол. Қасиетті Құранда да пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху өзінің өсиеттерінде де, яғни хадистарында да жалпы пайғамбарымыздан кейінгі де сахабалар замандағы сауатты ғалымдар да, одан кейінгі ғалымдар да, бізге дейінгі ғалымдар да барлығы да осы дастарханға деген құрметті кеңінен айтқан. Жалпы қашанда сол дастарханға құрмет көрсету, оны ол дастарханға қол салып бастаған кезде әуелі Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзбен бастау. Әрбір жақсы істі пайғамбарымыз айтады, бисмиллямен баста дейді. Одан кейін жаңағы оң қолменен бастап,
Одан кейін ең басты назарда ұстайтынымыз оны ысырап етпеу екен. Мына пайғамбарымыз және бір өсиетінде хадис шарифінде айтады саллаллаху алейхи вассалам, жомарттық деген сол бір нәрсе, оны ысырап етпесең немесе сараң етпесең, онда сенікі жомарттық болады дейді. Яғни жомарттық осы ысыраппенен сараңдықтың ортасындағы дүние екен. Яғни сен дастарханға да сондай қарауың керек, және сіз ол дәмнен алғанда да сондай бір құрметпенен көңіл бөліп, назар бөліп, басқа еш нәрсеге алаңдамастан солай етіп жаңағы амалыңызды, әрекет қажетіңізді өтеуіңіз керек екен. Ғабит Мүсірев үйіне мейман шақырыпты. Мейман шақырса дастарханда түк жоқ. Тып-типыл, ештеңе жоқ. Салат та жоқ, анау печенье де жоқ деген, нан да жоқ. Ештеңе қоймаған. Адамдардың бәрі таңғалады жаңағы. Негізінен ақын жазушылар. Ары күтеді, бері күтеді, бір уақытта бірден ет қамыр салынған, ет әкеледі буын бұрқыратып. Жаңалар 20-30 минут күтіп қалған, не істерін білмей отырған, жаңағы бәрі жаппай жаңағы етке, қазақша етке қамырын салынған, буы бұрқыраған, бас бәрі келеді. Жаппай бас қояды, түк қоймай жеп қояды. Ал бізде қалай қазір? Мейман шақырасыз, дастархан тола, қоятын орын жоқ. Жаңағы анадан жейсіз, мынадан жейсіз. Сонымен 1,5 сағаттан ет келеді, бірақ ет түк желінбейді. Осыған қалай қарайсыз? Жалпы қонаққа шақырдың ба? Ол қонақ келгеннен кейін алдын етіңді бер. Енді басты міндетің сен солған мал сойып, жаңағы құдаларың болса, жейжаттарың болса, етіңді бері қой енді. Еттің ішінде наны да бар, басқасы да бар. Ал енді ет біткеннен кейін жаңа батасын алып, келіндер сәлем жасайды. Содан кейін жаңағы неңді, шайыңды бере бер. Бұл енді жалпы бірінші ет келген дұрыс қой. Дастархан мәселесіне келгенде жаңағы ағаларымыз жақсы айтып отыр ғой. Мынау біз қазақ халқы, өздеріңіз жақсы білесіздер, жастар бізден көп жасадыңыздар. Жалпы жомарттыққа келгенде алдына жан салмайды. Байқасаңыз, мәселен осы шариғаттың қай бір нәрсесінде беру керек деген нәрсе тапса, соны пайдаланады. Кейбір біздің мәселен кейбір көрші ағайындарымыз, мысалы оларда соны ысырап етпеу керек, бермеу керек, ықшамдау керек, тарту керек деген секілді нәрселерді көбірек қолданса, біздің қазақ халқында мәселен жаңағы беру керек, жомарттық көрсету керек, сақылық таныту керек деген нәрселерді көбірек соны пайдаланады, соны қолданып келе жатыр. Меніңше солдан туған болу керек. Бірақ жаңа мен бір сөзімді айттым, ол енді пайғамбарымыздың хадисі, яғни сенің жомарттығың ысырап етпегенде ғана көрінеді. Егер де ысырапқа жол берсең, онда ол сен рия, мәселен жаңағы біреуге мақтан үшін жасадың, болмаса сен 200 адам болдың. Яғни енді біз 200 деген нәрсе ауыр жаза, ауыр сөз болып саналады. Бірақ біз оны мәселен жаңа мақтангершілік үшін, ал егер де шын мәнінде ол мақтангершілік үшін дастархан жайса да, қандай бір қайырлы іс жасаса да, оның титтей де сауабы болмайды. Себебі ол мақтангершілік Аллаға бағышталмайды ешқашанда. Ол енді мақтангершілік, ол мақтау сүйетін жаңағы мәселен тылсым дүние, мәселен жаңағы шайтан дейміз ба, мінекей соларға бағытталған нәрсе болып саналады. Егер де ауыр сөз қолданатын болсақ. Және де мәселен мынау біздің облыста да, мәселен әсіресе осы біздің елімізде көбіне сол жаңағы жомарттық сақылыққа бейімдеу тұрады. Оны енді расында алғашқы кезде біздің насихаттарымыз кем болған болу керек. Олар осы сақылық, осылай жомарттық көрсету арқылы да елдің алғысын алсам, ел бір тәнті болса, ел бір осы жомарт екен деп сүйсінсе, осының бір сауап екен деп ойлады.
шынтуайтында оның ысырапқа апаратын, оның да мәселен шектен шығу арқылы күнәға дейін жететін, олар бірі білсе бірі біле бермеді. Сондықтан да мәселен жаңағы сақылық көрсеткен, жомарт көрсеткеннің барлығын бірдей жаңағы сен мақтанкершілік үшін жасадың, күнәһар болдың дей беру қиын. Бірақ оларға егер де түсіндіріп айтсаңыз, олар бұрынғысынша сауабын жасай береді, бірақ сондай бір көркем түрде жасайды. Яғни ысырапқа жол бермей. Мәселен жаңағы өзіңіз айттыңыз, көрші облыста да мен көрші облыстың халқына да мен тек қана жақсы сөз айтамын. Және олардан мен тек қана жақсы нәрсені ғана есте сақтай алдым. Яғни әлгіндей нәрселер мүмкін ол енді ол кез келген ортада болуы мүмкін, бірақ ол адам, ол жалпы халыққа теңеліп айтылатын нәрсе емес, ішінде адамдарға байланысты нәрсе. Мынау ғалымдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өсиетіне сүйеніп мынандай сөз айтады: әрбір кедей болса да жомарт болсын деген мақсатта айтады. Бай адамның кедей болғаны жақсы. Кешіріңіз, бай адамның жомарт болғаны жақсы, ал кедей адамның жомарт болғаны одан да жақсы дейді. Әлгіндегі адамның ісі, мәселен, бұнда кедей бірақ жомарттығы жоқ болып тұр. Оның пейілінен Құдай Тағала оны тартып тұр. Ол пейілі сондай болғаннан кейін қай жерде отырғанмен жұмыс жоқ, жаңағыдай сіз айтқандай әрекетке барып отыр. Сондықтан да кедей болса да Құдай Тағала оның көңілін жомарт қылсын. Шибли деген ғалым өткен. Енді ол айтады, 4000 хадис жаттадым, 400 ұстаздан білім үйрендім, ғылым үйрендім дейді. Сол бір күні Наубайға келіп, Құдай үшін жарты күлше берші дейді ғой Наубайдан. Сонда Наубай, мен көрінген қанға басқа беретін ақшам, күлшем, наным жоқ, кеттіп қуып жібереді. Сонда қасында тұрған кісілер таниды да, сен кімді қуып жібергенін білесің бе дейді. Ол анау ғалым, діндар Шибли ғой дейді. Содан кейін бұл артынан қуып барып, кешірім сұрайды. Сонда ертең дейді, 100 адамды жинап, соларға тамақ бересің дейді. Сонда мен сіз жүрді айтамын саған, кешірдің бе, кешірмедің бе? Ол маған түк емес қой. 100 адамды ертең ақ шақырып тамақ беремін дейді ғой. Екінші рет жаңыз. Ертеңіне 100 адамды шақырып алып, бәрін тамақ беріп жатқан кезде халық сұрақ қояды. Жәннатқа кіретін кім, тозаққа түсетін кім? Осыны жауап беріңізші деп, мен діндар адам болғаннан кейін соны анықтап беріңіз дейді. Сонда айтады, жәннатқа кіретін кім екенін білмеймін дейді. Тозаққа кіретін тура менің алдымда тұр дейді. Мынау дейді, тамақ берген, 100 адамға тамақ берген. Ол адамдардың көңілі үшін, адамдардың жағу үшін 100 адамға тамақ беріп отыр. Құдай үшін деген кезде жарты шелпек берген жоқ дейді. Осының өзінде үлкен мағына жатыр. Сондықтан мен кейде мынау аудандарды аралаған кезде көресіздер, бізді қазақ негізінде қонақжай халықпыз ғой. Қызылорда облысында бір жақсы үрдіс бар. Тамақ жөніп болғаннан кейін, жаңағы таумақты келіндер келіп сәлем беріп алады. Әр табақты алған сайын өз ретретімен келіндер тұрады, әр табақты әр келін алады. Содан кейін отырған ақсақал бата береді. Батаменен көгереді деген осы. Бізде болған бізде де, бірақ кейін кезде ол жоқ. Осыны үрдісті жаңғырту керек. Мына сөзіңізге жалғастырып кетейін. Өткен жылы Ермек Серкебаев ана дүниелік болғанда біз театрына 2 адам барып қайттық. Сонда басын топырақ салып қойып келіп, жаңа үлкен неге ресторанына. Тезірек кіріңіздер. Жаңа жігіттер жүр, жаңа Бақтаев, тағы бір жігіттер жаңа нелер. Тезірек кіріңіздер. Не болып қалды? Ойбай, орын болмай қалады дейді. Қойшы, қолымыз жоқ та кірдік. Сүйіссек жаңа жерде басында отырып, бата оқылмай жатып, жаңа Мархабат сен айтпақшы, жаңа алдындағылар осы несіне салып жатыр. Оның алдында Рахмадиев қайтыс болғанда, келген қонақтар отырып қалғанда сыртты. Ана алматылықтар зана жерде дейді оны. Үлкен кәдімгі тәп-тәуір жаңа үлкен кісілердің солар отырып алғанда шықпайды дейді. Содан жаңағы не бітер бітпес жаңағы дейтін дастарханға бас салды ғой. Ай бұл не деген сұмдық қараңыз. Енді осындай сол оқыған ақ жігіттер мысалы ішінде. Сәкеде осындай жаңағы қылықтар кездеседі. Иә. Бірақ бір жағынан әзіл-шынын араластырып айтсақ, ысырап болмау үшін қапшыққа салып алғандарды дұрыс шығар деп ойлайсың да, бірақ соңынан рұқсат берген салудың өзін мәдениетті түрде жасауға болады да. Дұрыс айтасыз. Жалпы бұнда көтерілген мәселелер, айтылған сөздер өте бір әрбір адамға бір ойлану керек секілді. Яғни біз қайсы бір нәрседе болсын,
дастарханымыздағы жаңағы жомарт былай бәрін жаңағы мол қылып дайындауымыз, яғни сондай бір жаңағы жай таба алмайтын, мәселен мына қолындағы шыныңды жаңағы пиаланың өзін қоятын жер таппай қалатын жер болады. Сонда жаңағы әлгі кісіде ана дастарханда отырған адам шынымен де әрбір адам да сол дастархан иесіне сол сәтте қошемет айтады. Оның ешбір сен мынаны көп қылып жіберіпсің деп сол жерде ешкім бір кеміту сөз қолданбайды. Немесе ол одан шыққаннан кейін ғана мүмкін бір жарым айтуы мүмкін, бірақ десек те басым көпшілігі мол жасапты дейді. Бәрібір де осы нәрсе ол біздің ортамызда жүр. Сондықтан да бұл мәселеде осы елдің жақсылары, игі ауызы дуалы дейміз, соларменен ақылдаса отырып істейтін болса, және де мәселен жаңағы пакетке салу тағы басқа деген нәрсе, бұл жерде қазір кезде шыны керек, ол өз арамызда ғой. Жалпы кейде мынау пакет, етса пакет дегенде бір сөздерді қолданады. Қайсы бірлерде ет жаңағы не дейді, сорпа бетке, ет пакетке де. Осының бәрі қарасаңыз, кейінгі осы жаңағы біздің анайы істерімізден нәтиже алып отыр да. Бұл енді өмір тәжірибеден шығып жатқан сөздер. Бірақ біз енді бұл жерде ол әуелі баста пакетке салу деген не нәрсе? Мынау жаңағыдай біздің жомарттығымыз, яғни дастарханымыздан көрініп тұрды. Тұрып шығып кетті. Кейбіреулер ауыз тиді, енді оны ешқайсысы да бір жеп, оның бірін тауысып кете алмайды ешбір. Мәселен, жаңағы бір үлкен бір легенге тамақ әкеледі, 4 адамға дейді, ол әлгі тамақты былай қарасаңыз, оны 8 адам бөліп жесе де, ол артылып қалатын дүние. Бірақ соны 4 адамға береді. Себебі қол жететін, қалғанының қол жетпейді дейді да. Сонда жаңағыдан бәрі қалып жатады. Сол кезде жаңағы үйдің егесі кезінде үйдің егелерінің ұсыныстарымен пайда болды бұл. Айналайын деп жаңа әйел кісілерге, басқа кісілерге мынаны алып кетіңіздерші. Содан кейін салып беріп, міне өстіп. Кейін әуелі кезде оны жаңа салып кету дәстүрі бастала бастаған кезде, о не деген керемет, не деген жақсы екен деген әңгімелер болды. Ал енді қазіргі кезде ол әйелдерді қойып, ер адамдардың қалтасында пакет жүретін болғаннан кейін енді бізге тұрпайы көріне бастады. Меніңше бұл мәселен қайбір нәрсе жақсы нәрсемен басталғанмен, соң жаңағы жарасымсызға айналып кетіп жатады. Сондықтан да бұны бір ел болып осы ел тыңдап отыр ғой, мәселен, осыны бір ойланатын жақсы мәселе көтеріп отыр. Яғни солар игі жақсылар, солар ұсыныс жасап отырса, солар айтса, солармен ақылдасып отырып, сөйтіп дастархан жайса. Өте жақсы болды. Енді тағы мынандай бір сұрақ. Нақты. Көрші облыста мен болдым. Олар 3 күн өліп түтінеді екен. Денесін шығармай жатып, 2-ші күні ас беріп жатыр. Өлік әлі шығарылған жоқ. Осындай дастархан қалай бұл? Иә. Негізінде шариғатта өліп шыққаннан кейін жалпы бұл тауықшылар келмей дастархан жайып тамам беріп жатады жетісай жағында. Мәселен қонақасы деген рәсім екен, бұл негізі бойынша шын мәнінде шариғатта жоқ, өзіңіз дұрыс көтердіңіз. Бірақ бұл жерде де, бұл мәселеде де мен бір басқа бір көзқарастан, немесе бір дінсіздіктен дүниеге келді деп айта алмаймын. Оның да ниеті сауап. Жалпы мына пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху немере бауыры Абу Жафар деген кісі дүниеден өткен уақытта пайғамбарымыз сонда әйелдеріне айтқан екен, тамақ дайындап, сол үйге апарып, келген кеткенге тамақ беріңдер дегенді айтқан екен. Сонда жаңағы рәсім әлі толық бітпей тұрған уақыт сәттерде осыған негіздеп қайсы бір ғалымдар, мәселен кейінгі бергі ғалымдар пайғамбарымыздың әлгі өсиетінен мәселелер шығарады. Ол мәселен пайғамбарымыз әлгі бір айтқан сөзінен бірнеше мәселе шығып жатады. Сол бірнеше мәселелердің ішінде оның әрбіріне бірнеше ғалымдардың пікірлері топтасады. Бұл жерде мысалы үлкен, бұны жалпы бізде терминде араб тілінде иджма дейді. Олардың барлығы да мәселен бірдей айтпау мүмкін, әрқалай айту мүмкін. Бірақ та барлығы да шариғаттың шеңберінде. Барлығы да осы біздің фиқ, осы ислам қағидаларының шеңберінде, одан шықпайды. Мінеке сол арқылы олардың айтқан пікірлерінен осы дүниелер өмірге келіп жатады. Ол бірақ жаңағыдай мен басында айттым ғой, жаңағы
бұл әрбір нәрсе басында бір сауапты ниетпен басталғанмен аяғы жарасымсыз болып кетіп жатады деп. Бірақ қазіргі сіз айтып отқан мәселе сол жарасымсыздыққа айналып отқан дүние. Бірақ әуелінде ол ондай болып басталған жоқ деп ойлаймын. Негізінде осы жерде мына мәселені айтып кету керек. Біз кейде исламның дәстүріне жатпайтын арабтың дәстүріне кіреміз де, исламның шариғаттың талабы осындай екен деп өзімізге тік тастайтын жағдайлар болып жатыр. Исламның дәстүрі менен арабтың дәстүрі енді айырмашылық бар. Осыны ескеруіміз керек. Ол енді арабтың дәстүрінің бізге титтей қажет жоқ. Бірақ жаңағы айтып отқан мына біздің қазақтың ортасында жүргеннің басым көпшілігі исламның дәстүрі. Бізде мәселен мынау биылғы жылдық бас мүфтиіміз дін және дәстүр жылы деп жариялады. Мешіттер мен жаңағы имамдар дін қызметкері арасында. Шын мәнінде бұны біз бұдан да үлкен, бұл енді басталуы осылай басталсын деді, бірақ біздің күнделікті, күн тәртібімізде тұратын дүние. Себебі біз мынау дініміз бен дәстүрімізді екеуін біте қайнастыру арқылы ғана, осы екеуін бір алып жүру арқылы ғана біз дінімізді, дәстүрімізді сақтай аламыз. Ал енді қайсы бір топтар дінді бөлек, дәстүрді бөлек қарақсы келеді. Ол дінді бөлек, дәстүрді бөлек қарақсы келеді, я дінге зиян тигізгісі келеді, я дәстүрге зиян тигізгісі келеді. Жалпы бұл екеуі бір болмайынша бұл үлкен өркен биік деңгейге жете алмайды. Мәселен, бұл ешқандай ол екеуінің ажырауы арқылы екеуіне де зиян келеді. Сондықтан да бұл жерде бұның бәрі исламнан келген дүние деп Өте жақсы айттыңыз. Мынау бағдарламамыздың өзі мына дінімізге өрік, дәстүрімізге бекем болайық деген бағдарламаның пайда болуының өзі осы. Сіздің айтып отырған мақсатқа жету кезінде осыған сынақ ағып арасын ажыратуға тырысты ғой. Бұл дейтін дін, иман дейтін бұл сенім. Сенім жоғалған уақытта дейтін ол бәрін жоғатады ол. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтқан екен, сіздер жақсы, біз жаман, сіздер бидай, біз сабан деп. Сол сияқты мынау жақсы болу үшін оны дейтін осында көп сұхбаттар өткізіп керек. Қазір біздің енді біз қатарлы адамдар енді ол бір құлағын шығып екінші жылы кетіп қалуы мүмкін. Қазіргі жастарға керек енді ол. Қазіргі өсіп келе жатқан жастарға. Сондықтан бұл дастархан дәстүріміз дейтін бұл әлемдегі ең озық дастарханы кең, даламыз қалай болса өрісіміз сондай дастархан қазақтың. Ал енді жаңағы анау үлкен кісілер отырған уақытта жаңағы соңында ал мынау әйтеуір аруағына тие берсін, болмаса той дейтін үлкен той осындай үлкен нәрсеге жалғаса берсін, алыңыздар десе, ол енді біздің халқымыздың дәстүріне жақсы болар еді. Жалпы әлгінде ғана айтқанымыздай, мынау біз осы дәстүрлі біздің дастархан көрінісіміз, шында біздің осы біз дастарханымыз арқылы біздің мұсылман жұрт екендігімізді ешбір ойланбастан жеңіл ғана тани алатын көрінісімізден Құдай айырмасын. Дінімізге берік, Дәстүрімізге бекем болайық. сау болыңыздар.